Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені дайындаймыз. Наурыз көже дайындау үшін үйдегі бар дәнді дақылдарды қолдана берсеңіздер болады. Мендегідей рецепт болуы міндетті емес. Маған ең алдымен керегі күріш, маш керек болады, жүгері, горох, үрме бұршақ, құрт қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл сүрленген ет, тұз және де айран қажет болады. Бөлек ыдысымызға дайындап қойған дәнді дақылдарды рет-ретімен салып, таза судың астында 3-4 қайтара жуып алатын боламыз. Осындай қайнатуға арналған ыдысымыздың ішіне дәнді дақылдарымызды салып, үстіне жылы суымызды құйып, жаймендеп қайнатып алатын боламыз. Қазанымыз қайнағаннан кейін осындай бетінде көбіктер пайда болады. Көбікті ожаумен осылай сүзіп аласыздар. Біздің көжеміз 1-1,5 сағат аралығында қайнап пісті. Енді осылай айранымызды сүзгінің үстінен құйып, сүзгіден өткіземіз. Сонда айранымыз ешқандай түйіршіксіз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Айранымызды керегінше салып алдық. Енді осылай қасықтың көмегімен біркелкі етіп араластырамын. Осылай құртымызды үгітіп аласыздар. Бұл құрт менде кеппей жатып морозильникте тұрған құрт. Сондықтан осылай оңай үгітіледі. Кесеміздің ішіне салып аламыз керегінше. Міне достар, біздің наурыз көжеміз дайын болсын. Сіздер де үйлеріңізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантсаңыздар болады. Баршамызға келіп жеткен наурыз мерекесі құт берекесімен келсін. Наурызымыз құтты болсын, ақмол болсын. Дастарханымыз әрқашанда жайнап тұрсын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып көрінеді.